Мен есімім Дошан. Мен DevOps маманы болып жұмыс жасаймын. Бұл мамандықта мен команданың жетекшісі болып есептелемін. DevOps болып жұмыс істегеніме маған 3 жыл болды, бірақ компанияға келгеніме 5 жылдан асты. Алғашқыда келгенде бәрінде болған секілді қорқыныш болды. Өйткені ұжым қандай болады, бірінші жұмысым болып тұрғандықтан қалай жұмыс істеймін, қандай тапсырмалар болады деген секілді. Ал кете аламын ба деген қорқыныштар болды. Бірақ ұжымның досшылдығы арқасында көмекшіл болғандықтан оңай болды деп айтсам болады. Былайша айтқанда көп білімді осы компанияда алдым. Өйткені DevOps маманы болып жұмыс істегенде больше жаңалықты ашып, жаңа салаларды зерттеумен өтті уақытым. Қазақстанда DevOps деген өте сирек кездесетін мамандар. Сол себепті бәрін басынан үйрену керек болды. Біздің жұмыста ондай қиындықтар деген күнде болып тұрады. Әр тапсырма бірінен бірі асып отырады. Ең қызықты кездер ол мен үшін презентация, демонстрация деп жатамыз. Соның алдындағы дайындық кезеңі. Өйткені қанша алдын ала бұрын дайындалсақ та, әйтеуір бір жаңа ой тура презентацияның алдында келеді. Сондай сәттердің бірі осы жақында өтті. Презентация алдында жаңа технология енгізгенбіз. Осы бет бейнесін тану, камера арқылы бет бейнесін танып, соны жаңаша бір көзқараспен көрсету үшін бір түннің ішінде оған интерфейсін жазып, веб интерфейс жазылды және соған байланысты API интерфейстер бэкэндте жазылды. Сол бір демонстрацияға дайындау кезеңі бір түннің ішінде жасалып шықты деп айтсам болады. Жұмыстан бөлек мен өзім қызығушылығым ол музыка. Өйткені бала кезден тілім шыққан кезден деп айтсам болады, әнге өте құмар болдым. Ата-анам ән айтады, былай сахнаға шығып айтпаса да, стол үстінде, жиын тойларда айтқандарына қызығып отырып, өте солармен үлесуге тырыстым. Бала кезден тойларда минусовка қойып ән айтқан кездер де болды. Бірақ жақында 2 жыл болып қалды, 2 жылдан асады уже. Домбыра үйреніп жүрген. Көптеген күйлер, көңіл толқыны, адай, ерке сылқым деген секілді күйлер ойнаймын. Ең бірінші компанияда ән айтқаным ол Дәуреннің туған күні болған. Бізде дәстүр болатын, осы теннисный стол бар ғой. Сол теннисный столдың үстіне дастархан жайып, сол жерде үлкен шағын компания болатын, сол себепті бәріміз сиятынбыз. Сол жерде әр мерекеміз сол дастархан басында өтті. Сенің көзіңнен айтқанда бәріне ұнап, сол кезде бір ашыла бастадым десем болады. Өйткені оған дейін ән айтатынымды, музыка жағына құштарлығымды ешкімге білдіре қоймайтын. Өткен жұмада жаңылмасам, домбырамен ойнап отырсам, мына жерде бізде Мади деген баламыз бар, әріптесім. Ол өзі былай өнерге жақын, мәнерлеп оқығаны өте тамаша. Сол көңіл толқынын ойнап отырсам, ол маған үлесіп, бір өзі жақсылап, бір мәнерлеп, бір жақсы өлеңдерін оқып, өте қызықты.